Павлодарлықсыз ба? Жоқ, мен ауылдан. Ауылдан ба? Қай ауылдан? Лебяжа район. Павлодар жақта ма? Иә, Павлодар. Не социальный эксперименттер жасадым да, Павлодарда ше. Сол жақта қазақтармен сөйлесем десем, орысша сөйлеп тұр да маған. Сонымен сұрайын деген, неге баяқта орысшаланып кеткен сонша. Ой, мынау Павлодар бұрын заманда павлық болды ғой. Сол неге павлодарлықтар орысша сөйлейді дейін да сол? Біздікі сол енді баяғыда 54-ші жылы целина болды ғой. 15 республикадан өзгерттер келді ғой. Оларға енді орысша ғана сөйлеуге болушы еді солармен. Олар қазақ тілін білмеді ғой. Содан өзгерген. Иә, содан өзгерген. Қазақшаландыру керек қой алдағы уақытта. Енді үйреніп келе жатыр ғой. Орыс қазақ мектептері барлықтар жабылды, педучилищалар жабылды, мамандарды дайындайтын бір институт қалмады. Біздің осы Павлодар қаласында бірақ қазақ мектебі болды ғой, 10-шы мектеп. Бірақ қана. Енді кейбіреулері өздері үлкен кісілер орыс болып кеткен сияқты үйретпеген. Достар, қазір павлодарлық оқушылардан сұрап көрейік. Өздерің қазақша сөйлейсіз бе негізі? Орысша сөйлейсіңдер екеуіңдер? Мен қазақша сөйлеймін. Сен қазақша сөйлейсің, иә? Сен ше, қазақсың ғой, Иә. қазақша сөйлейсің, иә? Негізі класстың ішінде по идее былай орысша сөйлесесіңдер ма? Мысалы мектептен қайтып келесіңдер, сендер? Иә. Былай орысша сөйлесесіңдер класстың ішінде, иә? Иә. Менталитет сондай ма или қалай? Иә, бізде орысша сөйлейді. Достар, байқағаным Павлодардың тұрғылықты тұрғындары орысша сөйлейді екен. Ал Баян ауылдан және қасындағы кішкене ауылдардан көбінесе қазақша сөйлейді екен да. Мында бұл қаланың мәселесі болып тұр. Екінші час шыққанын қаласаңыздар, әрі қарай да адамдардан сұрай беретін боламыз. Осы павлодарлықтарға қазақша сұрақтар қоятын боламыз. Яғни мақал-мәтел, жаңылтпаштар, немесе осы тарих туралы кішігірім оңай сұрақтарды қоятын боламыз. Сіздер лайк басып кетіңіздер, жаңа Қазақстанда бірге құрайық.